медиа және жасанды интеллект дәуіріндегі атты дөңгелек үстел өтеді. Университетте жасанды интеллект дәуірінде медиа және бейбітшілік журналистикасы атты дөңгелек үстел өтті. Шарада медианың жауапкершілігі, этика, бейбітшілік тілі және интернеттегі қауіпсіздік мәселелері талқыланды. Спикерлер қатарында Молдар Ергебеков, Сенат депутаты Әлішер Сатвалдиев, министрлік өкілі Жайнагүл Төлеміш және Өзбекстан мен отандық медиа сарапшылар болды. Олар жасанды интеллекттің ақпараттық ортақ әсері мен қоғамдағы этикалық ұсымдарын атап өтті. Ерлан Жүніс, ана тілі республикалық ана тілі газетінің бас редакторы. Міне бүгін осы талқыланды, яғни осы кезеңде, осы дәуірде әрбір азаматтың былайша айтқанда көбірек жеке меннен гөрі бізді ойлауы, яғни өзінен гөрі қоғамның мүддесін, елдің мүддесін, мемлекеттің мүддесін көбірек ойлау қажеттігі сөз болды. Бұл өте пайдалы деп санаймын. Дөңгелек үстел аясында медиа саласының мамандары студенттермен арнайы жүздесті. Журналистика кафедрасының студенттермен өткен кездесу еркін форматта өтті. Сарапшылар салалық журналистиканың ерекшеліктерін, деректі фильм түсірудің қыр-сырын қарапайым мысалдармен түсіндірді. Сонымен бірге қазіргі журналистер жиі кездесетін кибербуллинг мәселесін ашық талқылап, өз тәжірибелерімен бөлісті. Студенттер сұрақ қойып, пікір алмасып, сала мамандарымен тікелей кеңес алды. Сіздермен болған Аружан Сапарқызы, арнайы Түркістан телеарнасы үшін.